В общем, қазір Ахиға сыйлық жасағым келіп тұр. Телефоны сынып қалған ғой, артыңғы камерасы. Африкада жүрген кезде де біздің телефонға түсіріп жүрді барлық видеоны. Қазір реакциясын көреміз. Құлпырғанда әлем, ұсталдың ба бәлем оңашада. Бала что-то үйленем дейді. Жаза қызы. Ne şakırdın mı? Kalk etti o işte. İşte tanısın. Yok sana бегеше қарасай. Yine. Саған ғой бұл бауырым. Vallahi gidiş. О, Аллах. Ya Allah ya. Hoş lan ne oynamaz. Жігіт айтам мынау саған сыйлық. Ойбай шеше. Erkek жаман ба? Ергеше. Менің батыр досым, жаныма жақын досым, қуанып жүремін. Allah razı olsun. Ема менде новый телефон бар. Еще қараса қанша гигабайт? 1 терабайт. Allah razı olsun. Ема мынау істемейді ғой. Звук жазбайды мынау. Я бүйтіп простой берді, оны вообще күтпедім ғой. Мен қандай сыйлық жасадым деп ойлайсың? Короче, мен жерде саған сыйлық жасаймын дедім ғой. Сол үшін айтады, негізі әйелдеріңе көп сыйлық беріңдер дейді десін. Енді саған адышынан сыйлық алып берейік. Енді сен бұрын жүрген жігіттермен құрмет көрмеген шығарсың, бірақ мен саған құрмет көрсетейін жүр. Құлат болмашы осы. О, шірік. Әтуәсіз. Байқаш. Дұрыс контент түсіре жария ма? Әдемі контент түсір. Ахи, мына жаққа бір қызға подарка беремін деп өзі подарка алған қалай кетті. Морияның Қача сен 8 март бермейсің? 8 март ұрыс қаламыз ғой, 9 март кейін тату болсын. Қарасайын оны. Білет жерсің сен так? Да, надо былай ашып. Я, ана. Не, как живой ғой, ну я. Конечно, салмыз. Өзің тағасаш? Ты тақсай малсың ба? Тормыз. Мақыл кеш. Алып тұрмай өзің тағаш. Катя даусын батя. Шынандай күшті жайнамаздар бар. Қарасай. Ай, бей балапан дейді мынау. Неге 7-ші майға қыздар бізге осындай мощный подарктар бермейді? Қарасай маған не подарок дейді. Ойбай, және мен сіз подарок етесің. Кешір. Құтты болсын. Не келіңіздер? Дари Мория бердік, мойнына қарасай. Сенікі қандай көрсетші? Ботанкі жүрек. 1 терабайт па не одан көп? Иә. Сен просто көп нәрсе түсірмейсің ғой жан. Ал бағам көп қыздарға орын керек. Отлично. Не істейсің оны? По-другому подарочек. Болды, давай. Жігіттер, сендерге кеңес болсын, 8 наурызға ұялмай беретін сыйлық мынау. Қалың қалай ардам. Ай бе, алло, сен кімсің? Жан, үй, не болып отыр үйдің іші? Ё-май. Не болып отыр үйдің іші? Жан, көшіп отсың ба? Кеттім мен бұл. Кедей болсаң көшіп көр дейді. Вроде бота екеуміз ғана тұрамыз, ше? Соны айтам, вроде екеуміз ғана тұрамыз. Шақи ауыр ма екен? Мен қыз мінезінен ауыр емес қой. Мына мен грушамның суы. Подарок. Маған ба? Не үшін? Тұрсың ба, не міне? Күшті тұрсын. Качественный. Ахи, маған тұрсый подарок етті. Сен қызын берем, осындай тұрсый. Размер неше? XL дейді. Сенікі неше? Никс. Сен... Не мынау бота? Ұятай, мына үлкендер көрмесін. Таппайтындарын жоқ ек, құдайым. Берсей маған. Саған біреуге подарок ет саған да? Кетіп қалмай. Зиги-загиларымыз бар әйтеуір. Мұнаның бәрі мусор. Ё-мая. Сендер туғанда не үшін қуандым айтшы? Сіз өнер барысының чемпионысыз ба? Балкон пустой. Мына жақта бардак еді ғой. Біз енді Астанада квартира снимать етіп тұрамыз. Мына квартираның хозяйын сатам деп басқа квартираға көшуге тура келді. Бұйыртса, Алла қаласа Астанадан бір үй алу керек. Иә жан. Бұйыртса әр қазағым үйлі болсын. Мына үйде қаншама қызықты стористар, контенттер түсірілді сіздерге. Осы үйге рахмет. Келесі үйге барайық. Атың қалай? Сәрловай. Қалай? Сәрловай. Сырлыбай? Сәрловай. Сырлыбай. В общем, мына ЖК-ға көштік қой біз. Бұл жақта жігіттер көмектесіп отыр, душимен. Короче, жігіттер 8 наурызға не беруді білмесеңдер, тәтті қыздарға арналған тәттілер.
Мынау жай ғана киндер анау мынау емес. Мынаны былай ашасыздар. Бір киндерға таң қалады. Вау дейді. Открытканы көреді. Вау дейді. Сол кезде сендер астынан бүйтіп тартып қаласыңдар да ішінде дым болмай қалады ғой. Чё там? Ренжімеңдер, салуға ұмытып кетіппіз. Мынау жүреді ғой ішінде Дари Мориямыз. Болып тұрады, ә? Болып тұрады. Таза күміс мынау. Астананың ішіндегі жастар жігіттер қыздарға ғой. Айбе. Мына қыздың арманы жоқ. Тамаққа тойып алған. Қолында 5 Дари Мориясы бар. Подружкаларыма берем деген. Мынандай ойыншық алып алды. Шонымыз боянбаса да тәтті ғой. Айтам ғой, мен саған боянбай қой жан. Сен табиғи сұлусың, понимаешь? Мен сені сол үшін таңдадым ғой. Мынан қараңдар, ауызашаға 40 минут қалды да. 40 минуттан көресіңдер мынау қандай болдың. Жан. Ана жұлдыздарды көріп тұрсың ба? Иә, көрдім. Біздің жұлдыз. Милашка. Ағай, қараш, жұлдыздар қаншалықты көп е? Бірақ мен бошыларынан көп емес шығар. Шамам жетер мейлі. Нәрсе бар, қара. Аспанға қарап жату, ол Ибрахим пайғамбардың сүннеті. Түсіндің ба? Ал оң жаққа қарап жату, біздің пайғамбарымыз саллаллаху сүннеті. Оң жаққа қарай жатса, оның жүрегі жүзім сияқты бүйтіп ілініп тұрады да, түсіндің ба? И ол рахатпен ұйықтайды. Ал сол жаққа қарап жатса, жүрек былай қысылып қалады. Ол жүрекке зиян, короче, түсіндің ба? Пайғамбарымыздың сүннетінің пайдасы сол. Сосын мынандай ұйықтайды да, ол олай шайтанның ұйқысы былай ұйықтайды. Мен аяғымды ше, аяғымды бүйтем, сосын осылай ұйықтағанды жақсы көремін. Болмайды ғой емес. Болмайды, иә? Қой, ағи ұйықтайық. Сәресіне тұру керек. Ағи, бірден тіреліп тұр. Мен телефоным ғой. Жаным, мамам келді Астанаға сол. Мынау менің Африкада киген шапкам. Не көрсетіп жатсың, Мама қазір кетеді. Не әкетіп баратқан қарандар. Ой, Қазір шем жолда, азында шем. Мама, зиги суд не үшін әкетіп баратсыз? Біздің екі баста павлодарда жоқ мұндай әлі. Слушай, таста. Да, былай спортсайық. Мен 5 килоны тастайын, сен маған бере саласың. Зачем маған сен кел ұрлама сағаттарыңды әкел. Жүр, мен саған одан да киім берейін. Мен енді киім алғанда часто в основном оригинал киімдер алам, потому что мына черт кисін деп. Мынандай куртка бар. Насимай ма саған? Бұтына шалбар, 5 бұтына шалбар болса. Двухсторонный курткам бар еще. О, осыны бере сал, янысын. Двойка бар ма? Мынандай кофта бар. Тема анау. Полудан алам. L деген размер, келечек, көрші. Я нам без поворотки ма? Сен қоңыр бар ғой? Аны тоже қадеті. Тема кетті. Чикош құтты болсын, бүгін кейін атсың ғой. Біз магазинге бармаймызсың. Олжасхан деген магазинге келеді. Мынау күшті ғой. Мен осыны жақсы көремін осыны. Ақтық айтесің, серейді ал. О, мынаны алайын. Мен кем. Шлемің қалай? Тема, я? Бұрынғы ескі чемоданың керек па? Маған нормальный киім алып кеттік па. Сразу тонаудан мастер спорта. Баяғыдан сөйтіп киесіңдер ғой, бір-бірлерінің киімдерін. Бала кезінен сөйтіп ке жатсыңдар. Зачем ақша тратить етеді, если когда сенде мынандай қаншама киім жатқан. Сұрап па? Сұрап. Айнас? Жіберіп қойды ба? Ол жаңағы мұздікі ғой. Иә, жаңағы мұз. Мен жаман көрінеді. Сүйіп қойған сияқты жүгір. Сендерге еркелік. Жүр, ақырын жүріңдер. Зиги-заги ұрлап баратыр. Жан. Бергеш? Сен алдында айттың ғой, мен сасып жүрдім деп. Иә. Саған сыйлығым бар. Мына біздің үйге рум-тур если что, десе. В общем, бір посылка келді. Ауызашарда маған осындай картинка сыйлады бүгін. Бұны енді өзім үй алған кезде бірақ ілмесем. Мынау істетір. Күнге орын. Мынау үшеуі саған. Қой, екеу күшті екен. Мынау Удзарян деген иісті мен өзіме алдым. Күшті иісін алдым. Басында ауыр болады, бірақ ашылғаннан кейін зор болады. Балаларға тоже сеуіп жүрейін. Ертең отзыв айтасыңдар ғой. Ертең голосовой жазып жүріңдер, иісін. Жақсы. Уже сезіліп жатыр ғой. Мына басында ауыр болады.
мына екінші таяп саған хадия. Алла разы мына бірақ басқа иіс. Маған короче парфюм сатып алған кезде AirPods подаркаға берді. Ертең біреуге подарок жасаймыз. Мынау не деп ойлайсың жан? Бұл оригинал иіс қой, білесің ба? Да. Біреу емес 4 сертификаты бар ғой, қарасаң. Осы мен екінші рет алып жатырмын таяптан. Алдында қайнатама біреуін бердім, Бекаға бердім, Ахиға бердім. Мына парфюмді алған кезде Турцияға 2 адамға ваучер береді осындай. Сосын білесің ба, тағы неме қосып берді? Умраға ваучер береді, ойлашы. Жігіттер, мына иіс негізі мощный иіс. Басында, конечно, ауыр болады, Удзариан деген иіс қой. Бірақ келесі күні киімнен иіскейсіңдер ғой, мына 3 күн тұрады. И каждый раз ашылған сайын иісі жағымдырақ бола береді. Егер де мен таңдаған иістерден ешқайсысы ұнамаса саған, 8 наурызға мына жерден любой 3 иіс таңда, мен саған алып беремін. Қараса қаншама иіс бар. Тұрайғы, аумин. Аумин жасайық. Аумин. Аумин. Олжасты жәннатта хор қыздар жазаласын. Алла тағаланың 99 көркем есімін жаттасаңдар, жәннатқа тегін кіресіңдер. А че жәннатқа басқалар платный кіре ма не десе? Айтсам. Нені? Алланың 99 есімін. Сен бастайсың, сен екен дағы жарыс. Аллах. Ар-Рахман, Рахим. Малик, Кудус. Ассалам, Муъмин. Аль-Мухаймин, Ар-Разақ. Аль-Азиз, Аль-Халим. Аль-Джабар, Ар-Разақ. Аль-Мутакаббир, Al-Ghani. Аль-Хай, Al-Mughni. Аль-Адл, Al-Basit. Ас-Сабур, Al-Basir. Ар-Рашид, Al-Qadir. Маликуль Мульк, Al-Wahhab. Аш-Шахид, Al-Aziz. Дуль-Джалали валь-Икрам, Al-Jabbar. Аль-Хай. Тоқта мен білем, мен жаттағым бәрін. Мен рет-ретімен айтып үйреніп қалам. Аль-Вали, Аль-Мутаалли. Жігіттер мықты, мощный. Мә, ят. Алла тағала кейбір пенделерін айтады. Сен неге дүниеде жүрген кезінде мені еркелетпедің дейді ғой. Пенде айтады ғой, Алла сен әлемдерді жаратушысың ғой, сен құдіретің шексіз ғой. Сені қалай еркелетем дейді ғой. Алла тағала айтады екен ғой. Менің көркем есімдеріммен дейді. Сен аларды айтсаң, Алла тағала саған еркелейді екен. Солай, короче. Мәйіз күшті екен. Қайсы? Иіссуға жұмсалған ақша біріншіден сұралмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху әтірі азанда бір көшемен жүрсе, кешке сол көшемен жүрген адам дейді да, осы көшемен пайғамбарымыз өтіпті ғой дейді. Яғни иіс ол адамның ізі ғой, түсіндің ба? Ізің жақсы болып жүрсін бауыр. Сендерге айтатын бір жаңалық болып тұр. Мына бір үйге бір блогер жетеді дейді. Айбе, мынаған қарасаңдар, ё-мая. Ей жаным, ей жаным. Үстіне берекет берсін енді. Маған жоқ па не? Саған клубника шоколад. Айбе, мына зигизаге қойып қойыпты ғой, айбо. В общем, короче, 8 наурызға дайындық қой. Астанадағы ең арзан гүлдер сенде дей ма? Конкретно тюльпан қаншадан? Конкретно 800 теңгеден. 800? Қымбат бауырым. А сендер вообще уақыт жоқ екен ғой, Мынау букеттердің бәрі халыққа қолжетімді болсын. Жастар бар енді. Сен сияқты тоже қыздар бар. Екінбестер бар тоже. Сендер предзаказ қаз қабылдай беріңдер. Қара, предзаказ қабылдаған 50 адамға, ең бірінші 50 адамға осындай клубника шоколад тегін 3 штук тегін береміз. Үшеу қонақ па не? Мен дұрыс қой үшеу. Айтпашы ғой. Мен оның өзі қайда жатыр. Айбе. Мына опытный алқаштар ғой, опытный. 90 жылғы алқаштар. Жүгі мен саған поддержка берем, бауырым. Астана қаласындағы ең арзан гүлдер осы жақта. Қазірдан бастап предзаказ жасап қойыңыздар алдын ала. Ертең зато 7-8 бүкіл жерде кипеш болып жатқан кезде сіздер келесіздер, гүлдеріңіз дайын тұрады, аласыздар, кетесіздер. Тілежан қатты дайындалыпты біз келеді деп. Музыканы қарасаңдар. Не деп жатсың, естілмеймін, музыка қатты тұр. Я, музыка қатты болып тұр. Тілежан естілмейді, музыканың дауысы қатты екен. Айбе, ботаның биін қараңдар. Ой, бо. Или давай мен өзім монтажда қоя салайын музыка, я? Сөйтейік, давай, мама, да, билейік. Рет рассрочка бәрі бар деп айтшы. Айтайын ба? Момент жібермейді ғой, көрдіңдер ме? Поддержка береміз біз, неге бермеске? Рет рассрочка бар деп айтшы дейді. Рет рассрочка бар, ағайын. Дәл қазір алғашқы болып үлгерген 50 адамға клубника шоколаде подарыққа беріледі. 8 наурызға қазір предзаказ жасап қойыңдар жігіттер, қыздар. В общем, ертең ажиотаж тақалған кезде жүгіргенше қазір тапсырыс беріп қойыңыздар, ертең келесіздер, алып кетесіздер. Жыласа да әдемі ғой өзі. Қандай бургер жейсің, айтшы? Бүгін ботамды ауыз ашарға алып келдім. Саған қазір бір прикол бірден көрсем жөн. Сен қарама, жарай ма? Мен саған қазір күшті бургерлер заказ беремін, жарай ма? Сен жеп отыра тұр. Мини бургерлер бар ғой, новыйдан шыққан. Сегодня мынаны ұрасың ғой, короче. Мынау новинкалар ма бәрі? Бәрі новинка бар. Мынау тауықпен жейсің ба? Тоже жақсы куриный филемен, острый болады. Жақсы ма? Болды, осыдан бере сал. Ауыз ашарға құрмалар мен су бар екен, шүкір. Мына қараңдаршы, донер набаян өзінің чупа-чупстары бар екен, фирменный. Ботаға берейші. Сен бірден көрсең ба?
Қайсығы? Ауыз ашарға 7 минут қалды. Бота қалай? Ой, аузын ашып тұрдың ба не уже? Ботаның аузы берік емес, если что, сразу айтамын. Мында ауыз ашар дұғасына дейін жазып қойған ғой. Молодцы. Ауыз бекіту дұғасы да бар екен. Қабыл болсын. О, бәрі ауыз ашып жатыр. Күшті ме екен? А? Осы сағат 1 мен 4-тің арасында қарын қатты ашады екен менде. Телевизордан шыққансыз. Телевизордан? Мен телевизорда жүр екенмін. Саған да ма? Аман болыңыздар. Ораза қабыл болсын. Ас болсын. Айбе, не істеп жүрсіңдер сонша? Жоқ қарын ашты ма? Мен түнде сәресіне ішпей ұйықтап қалғанмын еще. Бүгін өзім аш ексіңдер ауыздарыңды. Сән жым. Өзін аш. Шетіне итересің ба? Итересің. Менен бірге. Ё-моё. Менен бір тістеймін ғой. Спанч Бобтағы бургерлар жақ. Мына екеуі саған, короче. Сен саусағымен бірдей ғана. Мына чекаш. Мына соустар ғой. Мына упаковкасын қарасаңдар сендер. Өте қымбат упаковка. Мынаны күндіз көріп атсаңдар ренжімеңдерші. Бисмилля. Солға қатырғаны. Мына екеуі разницасын қараңдар. А, типа балаларға ма жан? Еттері сертификат алған халал. Очередті қарасаңдаршы. Тағы заказ береміз ғой дейме? Тілежан, осаған. Тройной. Бір тістеймін бол. Тоймадың ба не? Осы видеоны кімге жібересіңдер? Сол сендерге біз жеген бургерді алып беру керек. Иә. Мынау жаман семіріп кеткен ғой. Есің қанша? 82. 82? Менің весім 75. Балаларым главный тойды ғой дейме? Рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Рахмет, жан, Алла разы болсын саған. Құдай жан қайтсын, мың есіріп жаным соң. Сендерде явно дым қайтпайды, мен білемін. Сондықтан Алладан қайтсын. Ойлаңдаршы, жерде осындай әдемілік болса, Алла тағаланың жаратқан жәннаты қандай екен? Машалла. Қандай керемет, а? Эмоцияны айта алмаймын. Сауып көрші ананы. Не шығар? Шыға ма? Айбе. Аллаға сан шүкір. Біз қазір Африкада влог түсіріп жүрміз сіздерге. Контент. Бәрі осылай жайбарақат, адамдардан қорқпайды. Өйтіп бір сипап қоясыңдар мүйізінен ұстап. Қияметте жануарлар қалай есептеседі білесің ба? Короче, мүйізі бар жануар, мүйізі жоқ жануарды осы дүниеде сүзгені үшін мүйізі жоқ жануарға қияметте мүйіз беріледі. Ол сол мүйізімен сүзеді де, қалай сүзген болса тура солай. Немесе арыстан, ана қойды жеп қойды ма, қой бағана арыстан айнап ананы жейді. Сөйтіп олар есептесіп болғаннан кейін не істейді? Жоқ болып кетеді. Ал адам ондай емес, ойлашы. Адам азапталады, тозаққа кіреді. Тозақтағы адамдардың хал жағдайы өте қиын болады. Бізге Алла Тағала осы дүниедегі жәннатты көрсетіп қойды ма? Енді Алла Тағаладан сұраймыз, бізге ақыреттегі жәннатты да көрсетіп қойсын, и бірден көрсетіп қойсын. Ғалымдар айтады, тіпті дейді Алла Тағала дейді бір пендені тозақтың ішіне кіргізбесін емес, тозақтың алдынан да алып өтпесін дейді. Себебі тозақта таба қорқыныштың алдынан алып өткеннің өзінде адам өте аянышты халге түседі. Қазір мына видеоны көргеннен кейін мына жерге бәрі келгісі келіп кететін шығар. Мен де сіздер сияқты осындай видеоны көріп осы жерге келдім, армандадық. Джеймс Бонд. Your products? Yes. 8000 километр ар жақтан көтеріп келді десеңші. My name is James Bond from Sevalaf, and this is Akora Ziggy Cola. Ziggy Cola. Қалай? Кәдімгідей тестелеу кетіп отыр ғой. It's good. Okay, so you make by yourself. Африкаға экспорт жасасаңдаршы дейді. It means you do make it yourself. 2 вагон алам дейді. Сен жегіз отқандасың. Шын айтам. Мынау зәмзәммен, если что. Ziggy Cola. Эй, молодец. Bismillah. Awesome. Amazing. Yeah, number 1 Ziggy Cola. Махаббат. Ақи, сен малсың ба? Өлең айтам ба, жейін ба білін? Ауызға кеп тақай береді. Сушвол. Африкада 100 адамға ауыз ашар. Ораза жайлы күшті нәрсе айтып кетейін. Кімде кім Рамазанның алғашқы 10 күні ғана ораза ұстаса, алғашқы 10 күні толық емес 10 күні ораза ұстаса, оның ары қарай 20 күні қалады. Не саламсың ба сен?
Мен күшті бірден айтайын деп тұрмын ғой сен. Зиги-заги Қазақстанда 1000 адамға ауызашар беріп жатса, біз мына жақта 100 адамға ауызашар беруге тырысып жатырмыз. Қазіргі беріп жатқан ауызашарымыз шынымен мұқтаж адамдарға, тем более ата анасы жоқ сәбилер, яғни балалар үйіне келіп беріп отырмыз. Пайғамбарымыздың хадисі бар: кімде-кім жетімге жақсылық жасаса, қияметте менімен былай тұрады дейді. Біз осы жерде бастадық. Шынымен мұқтаж. Ішетін таза су жоқ бұларда. Бірақ 99% мұсылмандар. Бұл да біздің мұсылман бауырларымыз. Алла тағала бұларға да разы болсын. Қазір мына жерге далада тамақ ішеді бәрі. Ал бисмилля. Общий ортаға бір ет салады. Қалған бәріне соус құяды. Сонда мынаға 4-5 адам бір етті бөліп жеу керек. Шынымен де мына жаққа келіп сәл шүкіршілік етесің. Біз мына жақта Зиги-загимен бірігіп 100 адамға ауызашар беріп жатсақ, Зиги-заги Қазақстанда 1000 адамға ауызашар беріп отыр. Жігіттер, чакуна чалаза. Опырып жатыр ғой до конца. Дәмді ма? Красавчик. Красавчик. Красавчик, yes. Қазақстан, Танзания, Португалия. Сіздерге айтатын бір ақпарат, мына Зиги судан бөлек, Зиги-загидің барлық өнімдеріне Рамазан ай бойы зәмзәм қосылатын болады. Ал Зиги суымызға үнемі зәмзәм қосылатын болады. Тамақ ішіп болды, енді тәттілеріміз бар тарататын. Сол Африкада балалар үйіне келіп 100 балаға, 20 ұстазға ауызашар беріп жатқан жайымыз бар. Дәл осындай бір жақсылықты, нығметті бізге берген Аллаға сан шүкір. Қарным жаман ашып кетті. Қазір мына жерде балаларға Зиги чипсидің дәмін татқызамыз. Бисмилла. Abdullah. Yes. This halal and natural. Halal and natural. Apple, this apple. Apple? Yes, Mashallah. natural. Красавчик. Вкусно. Вкусно. Нағыз балалар жейтін дүние ғой мынау. Пайдалы, зияны жоқ. Ана бір чипсы жегенше осын жеген дұрыс. Артына балдарға да бер. Ана қызға, кішкентай қызға бер, кішкентай. Good. Ей жандарымсың. Қалай? Үшінші қайда? Бұл жақтағы балалар любой тәттіге андай жақсы көреді да. Мынандай бір кішкентай кәмпит берсең де ше таласып жейді ғой. Жер, қорықпа, қорықпа. Осымен миссиямыз аяқталды. Ертең елге қайтамыз, Аллаға шүкір. Өле жегенше бөле жеп. Балалар мәз главный. Қалай екен? Жақсы ма? Көрінді ма? Бір-біріне береді осылай. Сен де шүкір деп жатыр да маған. Also, my friends want to try this Ziggy-ao, so Bismillah. Bismillah. Wow, nice. Красавчик. Бірақ бұлар мынаны шүкірген жоқ қой. Бәріне өте чарна дәм, е? This? Yes. Mojito? Yes. Halal. Halal, okay. This is perfect. Mashallah. Very nice. Very nice. Hadiya, hadiya. Hadiya? Yes. For me? Yes. Thank you so much. Yeah. It is and bitqasa speak Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana. On. Тоғат қайттан. Тоқтамай ішіп жатыр да, до конца. Не себепті бұл кісілерге біздің өнім ұнап жатыр? Себебі олар біз сияқты әртүрлі нәрсенің дәмін көре алмайды, түсіндіңіз ме? Мен Алладан мынандай нәрсені сұраймын. Жәннатқа 70.000 адам сұрақ жауапсыз кіреді. Соның біреуі болайыншы деп сұраймын ғой. Бірақ мен мынандай дәрежедегі адамдарды көргеннен кейін ондай дұғаны сұрауға ұялып тұрмын ғой. Себебі менен де лайықтырақ адамдар бар ғой мына жерде ше. Көп нәрсені білмейміз, сезбейміз, көрмегеннен кейін шүкіршілігіміз аз. Кішкене ақша тапсақ, тағы да тапсам ғой, тағы да тапсам ғой деп ұмтыламыз. Бірақ өзімізде бар нәрсеге шүкір етпейміз. Біреудің Инстаграмдағы жалған өміріне сеніп, өзіміздің кәдімгі қарапайым өмірімізге шүкірсіздік танытқаннан кейін бізге берілген нығметтер көрінбейді көзімізге. А на самом деле просто так бір күн отырып шүкір етсең Аллаға, Алла тағала арттырам дейді. Кім ойлаған, мен, Олжас, қазақтың қарапайым әшейін балдары Африкаға келіп ауызашар беріп жатыр. Осындай мүмкіндікті берген Ziggy-zaги компаниясына алғысымыз шексіз. Алла разы болсын. Африканец үйге келді. Сәм! Қалың қалай ардам. Африкадан алып келдім. Киімін дәл болып тұр ғой. Рамадан мүбәрәк деп тұр ғой. Ой бұ. Прям қап-қара болып тұрмын ба? Екеуміз разница болып тұр ма?
Дубайский шоколад. Келді. Мен досымды ұмытып кетіппін ғой, досымды. Бұл неме? Африкадан алып келдің ба? Иә, арнайы хадиялар. Сен кәдімгі Африканы смотри. Ол жумбаған емес. Мынау, в общем, состав болып тұр ғой, мынау. Мынаны қара, 1,5 литрлік Ziggy Cola. Рамазан айына орай мынаның барлығына зәмзәм қосылды. Кейін беріңдерші. 1,5 литр ма? Прикинь. Қой? Бұны бүйтесің да, бүйтіп шамалап жатқан кезде, Олжас Инстаграмнан қыздарды қараған кезде бүйтесің да, бүйтіп ұрасың. Африкада ең бай қатындар осыны не қылады екен. Бізді осындай күшті тамақпен қонақ етіп жатқан, сыйлап жатқан сені Алла тағала күйеуіңде жәннатта хор қыздармен сыйласын. Үйге келдік, аман есен. Сендегі ютубқа күшті контент түсіріп келдік, Алла қаласа шығады енді. Тез монтажда жарай ма? Тоқташ. Мына спичкасын өшіріп тастайшы. Что-то көрінбей қалдыңдар ғой, жігіттер. Қайтадан спичка қоссайшы. Болды, нормально. Африка деген патология енді. Африкаға виза керек па? Қалай бардыңдар? Қанша ақша кетті? Мына отельдің аты қандай, мына жер қандай? Барлығын ютубқа түсірдік, жауабын ютубтан көресіңдер. Бірақ ана жақта ораза ұстайтындарға таң қалдым бірақ. Олжас үшін сен несің? Берекесің ба, байлығысың ба, несің әйтсе? Берекесің. Алла тағалам Олжасқан берекесін көбейтсін да. Шығып кетейін абырой бар да. Абыройын Африкада қалып қойған. And he's aggressive. You're like about to beat you or something. Go back. Angry. She's very kind. Серьезно. I will do good. Thank you. Wait, you should kill me or something. Сен керексің еді. Сен де сесің. What? I'm turning. What should I do? Okay, boss. Там их хочется. Отандастарымыз ораза айының құрметіне қандай анау ақырым шұғыл жаңалықтар отандастарымға береміз. Қозғалтып атсың ғой. Бұны бүгін білетін боламыз. Бұны деп қандай өнімдерді сатып алып жүр екен. Бұны неге бұны деп оқып тұр ме ана бүгінді? Амангелдин Ақбота сөз кезегін репортер. Журналисттер қандай қиын жұмыстар. Шұғыл Зигизаги арнасы сіздермен болған Амангелдин Ақбота сөз кезегін Шұғыл жаңалықтар отандастарымыз ораза айының құрметіне қандай өнімдерді сатып алып жүр екен бүгін білетін боламыз. Зигизаги арнасы сіздермен болған Амангелдин Ақбота сөз кезегін репортер Қайрат Ақботаға береміз. Ақбота, сіз эфирдесіз. Рахмет Ақбота ханым, жаңалықтарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мына кісіден сұрайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіз бүгінгі оразаңызды немен ашасыз? I bought Ziggy Su, and Ziggy Su is really amazing. It's a national Kazakh water, and you can find it anywhere else. Ziggy Su is amazing. Ziggy Su ішіңіз. Тамаша, өте керемет сөз айтқан сияқты мен ештеңе түсінбедім. Бастайық па? Бүгін барлығы дүкен аралап жүр екен. Сіздің қолыңызда не бар? Зиги кола мен Зиги лимонадтың литровалар шыққан екен ғой, соны бүгін ағылшынша алғанмын. Неткен көрегенді, не деген ғажайып бұл, не деген данышпандық, неге бұл отандық өнімді таңдадыңыз? Блогерлер Олжас мен Бота, солар бар осыны рекламировать етеді ғой, соны дәм татайық деп алған едім. Сіз Олжасқа әйелін танисыз ба? Жоқ, танымайды екен. Рахмет. Жырына кісіден сұрайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сіз қайдан келе жатырсыз? Көрмей тұрсыз ба? Дүкеннен келе жатырмын. Бүгін барлығыңыз келісіп алып дүкен аралап жүрсіздер ме? Жоқ, бүгін дүкендерде Зигизагиден сочный, мощный, экологический, фруктовый чипсы соқты. Соны ауызашаға алып баратыр. Бұл не деген керемет жаңалық. Енді біліп жүретін боламыз. Әрмен қарай жалғастырайық. Сәлеметсіз бе? Сіз дүкеннен не алып келе жатырсыз? Зиги чай, домны құшты, отандық өнім. Неткен тамаша. Барлығы отандық өнім ішіп жүр екен. Сау болыңыз. Неге адамдардың бәрі оразада Зигизаги алып жатқанын анықтадық. Себебі ораза айында барлық өнімдерге зәмзәм қосып жатыр. Тезірек алып алмасаңыздар бітіп қалады.
Сіздермен бірге болған Қайрат Ақбота Зиги-Заги арнасы. Жүр, Зиги су алып келейікші.